Бізде жаңа қатысушы Мағжан. Қалайсыз? Қалай болып жатыр? Келіп едіңіз, біраз нәрсе болып жатыр да мұнда? Мен вообще қатысым жоқ оған. Не? Сіздің шынымен қатысыңыз жоқ па? Жарнамада бармадыңыз ба? Жұбатып. Ештеңе істеген жоқпын. Орында отырдым, қимылдаған жоқпын. Тек үміткер күтесіз, қыздар келіңіздер міндетті түрде 18 бен 25 жас аралығындағы Мағжанға. Қалайсыз, Айдана? Жақсы, барлығы өзіңіз. Айдана соңғы кезде жаз болып жүрсіз ғой. Жаз ғой енді, в принципе. Иә. Айдана, қалай ойлайсыз, Қосылайықтың адамдарына, Қосылайықта отырған қатысушыларға елдер неге фанатеть ету керек? Фанатеть ету керек, неге? Мысалы, сіздер бір кітап жазған жоқсыздар, бір өнегелі, не бір күшті ән шығарған жоқсыздар. Мен ойлаймын, что көп жағдайда енді бұл адамдар әртүрлі болады ғой өмірде. Кәдімгі өмірде әртүрлі адамдар және де мен өзім постоянно үйреніп жатырмын. С разными людьми как нужно общаться. Возможно, мен оларды өмірде көрмеуші едім, ешқашан кездестірмеуші едім, бір дастарханда отырмаушы едім дегенде. А бұл жерде осы ортада отырғандықтан, соның барлығына бейімделесің да, әрқайсысына бір подход табуға үйренесің. И жалпы осы жерде болып жатқан ситуациялардың барлығы ол өмірде болып жатқан ситуациялар. Адамдар неге фанатеть етеді? Өйткені өзін, вот, например, да, вот менмін ба, маған ұқсайтын адамдар бар да, и кей жағдайда бір жан айқай шыққан кезде, может, бір өмірде сол адам. И сондай жағдайда получается, например, менің кейпімде өздерін көреді. Мен де осылай жасап едім ғой, мен де осылай болып еді ғой, осы ситуациядан осы қыз қалай шығады екен дегенде. Немесе махаббат хикаялары, иә, кей адамдар былай да, дұрыс нәрсені білеміз да, вот, үйстімеу керек, бүйтпеу керек, но өмірде олай бола бермейді ғой, даже қыз баласы жігітпен, например, даже элементарно ара қатынас құрған кезде, мен ешқашан осыны кешірмеймін деп тұрып, кей жағдайда кешіріп қояды, правильно? И это өз-өзінен бір аттағандығы, и адамдар соны көреді ғой, осылай екен ғой, тоже же, я не единственная такая деп, скорее всего, вот такие вот моменты, и ер азаматтар то же самое. Бірақ енді көбінесе біздің көргендер қыз балалар ғой, күштісі, то, что бізде қазақ тілінде таза, ол да бір өнеге деп ойлаймын адамдарға деген. Қазақ тілін жаңғыртайық, күшейтейік. Қалай ойлайсыз, сіздің жігітіңіз подкаблук болған дұрыс па, либо абьюзер болған дұрыс па? Ну, конечно, лучше тогда. Жоқ, ни подкаблучника, ни абьюзер, но точно не абьюзер. Абьюзер адамды шашать жүреді, да? Это манипуляторы, агрессоры, тираны, это вот, которые вечно тебе, сен өзің кінәлі сезініп жүресің, это неправильно, так не должно быть. Чтобы бір нәрсені істеу керек, манипуляцияға береді. Екеуінің біреуін ғана таңдау керек болса сіз. Наверное, потому что Жан Халиптың негізі күшті интервью бар, сол кезде ол айтады, да? Я подкаблучник. А Жан Халип это шикарный мужчина, у которого семья, да, дети. Крутой артист, да? Ол айтады, лучше быть подкаблучником. Просто, говорит, сөз дұрыс кішкене таңдалмаған, но бұл